Қызылорда облысының тумасы Қарлығаш Тайшықова үшін бүгін ерекше күн. Өйткені ол күтпеген жерден әуе компаниясының 1.500.000 жолаушысы атанды. Аспан әлемінде қуанышқа бөленген тұрғын тегін билетке ие болды. Өте қуаныштымыз. Отбасымызбен Fly Arыстан самолетіне осы бірінші мінуіміз. Мынандай тамаша ғажап сыйлыққа ие болып жатырмыз. Баламен ұшқан өте тиімді, және мына самолеттің іші өте ыңғайлы. Отыру орындықтарына дейін бәрі өзіміз отбасымызға өте қатты ұнап жатыр. Airbus A320 ұшағы дәл қазір 11.000 метр биіктікте ұшып келе жатыр. Борттағы адам саны 180, Қызылордадан бөлек тағы да Оралға, Қарағандыға және де өзге де 11 өңірге қатынайтын болады. Әуе компаниясының ең алғашқы рейсі 2019 жылдың 1 мамыры күні Алматы Нұрсұлтан бағытында ұшқан. Содан бері Fly Arыстан қауіпсіздікті басты назарда ұстап, сапаны бірінші орынға қойды. Қауіпсіздік мәселесіне біз үлкен көңіл бөлеміз. Ұшақтардың техникалық жағдайымен қатар біздің ұшқыштарда олар тұрақты түрде әлемдік ең үздік мектептерде, тренинг орталықтарда өзінің білімдерін жетілдіріп отырады. Бізде жоғары сапа көрсету мәселесі бірінші орында. Ол жағынан жолаушыларға барынша біз жақсы қызмет көрсетуге тырысамыз. Сонымен Атыраудан көтерілген ұшақ араға 1 сағат 40 минут салып діттеген жерге жетті. Сапар сәтті аяқталды. Жолаушылар дән риза. Көп рахмет, мынандай самолетке бірінші нетіп отырмын. Осы мына Қызылорда облысы бізге құда болып келеміз біздер. Енді мына тамаша, мен кәдімгі шоки мына. Енді жаңадан ашылған әуе бағыты аптасына 2 рет, яғни жұма мен дүйсенбі күндері қатынайды. Сондай-ақ мұнайлы өңірден Алматы, Ақтау, Шымкент, Нұрсұлтан, Ақтөбе қаласына жолаушы тасымалдайды. Ал 29 тамыздан бастап Қарағандыға, 1 қыркүйектен бастап Қостанайға ұшады. Өткен жылдың мамырынан бүгінге дейін лоукостер 1.700.000 билет сатқан. Біздің облыстан алшақ жатқан Атырау облысында біздің қанша қандастарымыз жұмыс жасайды, жерлестеріміз солардың қатынауына және де екі облыстың арасындағы бизнесті дамытуға, кәсіпкерлердің екі облыстың арасындағы өздерінің жасайтын шаруаларын жасауға үлкен ыңғайлы жағдай жасалынып отыр. Әуе компаниясы халықаралық бағыттарға ұшатын жаңа рейстерді ашуды жоспарлап отыр. Ол болашақтың еншісінде. Алдыназар Нағмет, Өнербек Жаңабай, арнайы Атырау телеарнасы үшін Қызылорда облысынан.